Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгінгі менің бұл видеом ұлттық біліктілік тестілеуге дайындалуға арналған педагогика мен әдістемеге аудио-видео көмекші құрал ретінде мұғалімдерге түсіріп отырмын. Бұл видеоны комментарийге жазған психология мұғалімі Меруерт Мұратқызының сұрауы бойынша және басқа да мұғалімдердің сұрауы бойынша түсіріп отырмын. Мен бүгін 30-шы сұрақтан кейін оқимын. Демек, мен тапсырманы оқимын, сұрақты, яғни содан кейін оның жауабын оқимын. Ал егер 1-ден 30-ға дейін тыңдағыңыз келсе, онда менің каналыма жазыласыз. Сосын сол жерден педагогика мен әдістемеге арналған көмекші құралды тауып тыңдауыңызға болады. Ал енді ары қарай жалғастырамын. Так, 31-ші. Мұғалімге арналған нұсқаулықтан алынған мәтінді оқыңыз. Джон Флейвелл, 1976 жыл. Өткізген алғаш кең көлемді метатану зерттеуінде ерте жастағы балаларға еске сақтауға тапсырмалар берілді. 5-тен 7 жасқа дейінгі оқушыларға зерттеуші белгілі ретпен бір қатар заттарды көрсетті. 15 секундтан кейін балалардан осы реттілікті бұзбай еске түсіруді сұрады. Ересектеу балалар бір нәрсені еске сақтау қажет болса, ол үшін күш салу керек екендігін түсінді. Олар қайталау тәсілін пайдаланып, кезектілік ретін еске сақтады. Ал неғұрлым кішірек балалар бұл тәсілді пайдаланбағандықтан есте сақтай алмады. Қайталау туралы нұсқау алғаннан кейін ғана олар тапсырманы дұрыс орындап шықты. Нұсқау берілмеген жағдайда оқушылар білім алу уақытын өнімсіз, яғни тиімсіз пайдаланды. Джон Флейвелл мұндай қабілеті жетіп тұрса да, тәсілдерді пайдаланбауды өнімділік тапшылығы деп сипаттайды. Whitebread 2000 жылы жүргізілген зерттеудің негізінде төменде келтірілген жауаптар нұсқаларының қайсысы дұрыс болып табылады? Жауабы: 5 жастағы балаларға метакогнитивтік стратегияларды үйретуге болады. 32-ші сұрақ. Мұғалімнің талабы зерттеуінің авторы кім? Жауабы: Михай Чиксин-Михайн. 30-ші сұрақ. Нақтылайтын өңдеуді зерттеген ғалым кім? Жауабы: Хельга Нойсмен, 2006 жыл. 34-ші сұрақ. Ойлау туралы ойлану қай модульді сипаттайды? Жауабы: сыни тұрғыдан ойлауды үйрету. 35-ші сұрақ. Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес деген пікірдің авторы кім? Жауабы: В.А. Сухомлинский. 36-ші сұрақ. Оқушылардың пікірлесудің мақсаты қабылдаушының көзқарасы тұрғысынан алғанда оқудың не екендігін түсіну, жекелеген оқушылар мен топтар үшін қалай да жақсарту деп жазған кім? Жауабы: Джин Раддек. 37-ші сұрақ. Оқып отырған әңгіме бойынша не болатынын мен болжаймын. Әрқашан, кей кезде, ешқашан. Ұсынылған пікір оқушыға беретін мүмкіндік. Жауабы: ойлауды және бағытталған оқуды қолдануға мүмкіндік, қолдануға өзіндік бағалау жүргізу. 38-ші сұрақ. Оқыту үшін бағалау дербес тұжырымдама деп танылған жыл қай жыл? Жауабы: 1999 жыл. 39-ші сұрақ. Оқытудағы гуманистік тәсілінің негізін қалаушылар кімдер? Жауабы: Маслоу мен Роджерс. 40-шы сұрақ.
оқытудың жолын қалай үйрену керек тақырыбы бойынша жүргізілген ауқымды зерттеу барысында Кембридж университетінің зерттеушілер жүргізген жобасы. Жауабы: оқушы үні. 41. Педагогика термині білдіретін мағына. Жауабы: жетектеуші. 42. сұрақ. Рефлексиялаушы практик ұғымын жасаушылар кімдер? Жауабы: Дрю Дю, Д. Шон. 43. Ситуациялық тану түсінігін берген ғалымдар. Жауабы: Лейв және Венгер. 44. сұрақ. Сұрақ қою, қайта сұрақ қою стратегиясының көмегімен бір пікірге келдік. Жауабы: қайталама, түзету. 45. Тәрбиелеу болжамдары кітабының авторы кім? Жауабы: Джудит Харрис. 46. сұрақ. Тиянақты, нақты және жан-жақты болу сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің ерекшелігі. Жауабы: тәртіп. 47. Төңкерілген сынып оқыту технологиясының авторлары кімдер? Жауабы: Аарон Самс және Джонатан Бергман. 48. Үш көмекші ұғымы кімге тән? Жауап: Шульман. 49. Үштік модель зияткерлік теориясының авторы. Жауабы: Роберт Стернберг. 50. Экспериментальды оқыту немесе жаңалық ашу жолымен оқыту идеясын жарыққа шығарып, оқыту саласындағы когнитивтік психолог және теоретик ғалым кім? Жауабы: Джером Бруннер, 1960 жыл. 51. сұрақ. Эпистемиялық субъектіні зерттеген ғалым кім? Жауабы: Жан Пиаже. 52. сұрақ. Listen Study таныстырылымын жасаған кім? Жауабы: М. Йошида. 53. сұрақ. Бірінші апта күндегі дебагтың қасиеті. Жауабы: ұстанымы. 54. 1960 жылдан бастап қандай бағалаудың түрлерінің айырмашылығы белгіленді? Жауабы: формативтік және жиынтық. 55. сұрақ. 1960 жылдары когнитивті психология әлемінде ойлауды дамыту теориясы басымдыққа ие болды. Аталған теорияның авторы кім? Жауабы: Жан Пиаже. 56. сұрақ. 1960 жылы белгіленген бағалау түрлері. Жауабы: формативтік және жиынтық. 57. сұрақ. 1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған ойлауды дамыту теориясының авторы кім? Жауабы: Жан Пиаже. 58. сұрақ. 1971 жылы сыныпта тіл қаншалықты қолданылса, соншалықты оқушылардың білім алуына әсер ететін айтқан ғалым кім? Жауабы: Барис. 59. сұрақ. 1973 жылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен ғалымдар. Жауабы: Хаген, Хейл. 60. сұрақ. 1994 жылы балалардың өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде дербестігін қалыптастыруға баса назар аударған ғалымдар кімдер? Жауабы: Шанк мен Циммерман. 61. сұрақ. 5 кезеңді модельді және 4 блоктан кейбір үлгілерді пайдаланған ғалым. Каролина Шарпке. Жауабы: Шарпке.
62-ші сұрақ. Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясындағы негізгі қажеттілік. Жауабы: өзін өзі таныта білу қажеттілігі. 63-ші сұрақ. Адам санасында өңделетін нақты материалға аса мән бермеген. Жауабы: Стернберг. 64-ші сұрақ. Адамдар қалай білім алатынын түсіну теориялық экспедициялардың өн бойында ең ұзақ болатын топ. Жауабы: когнитивті психологтар. 65-ші сұрақ. Адамдардың қалай білім алатынын түсінуге бағытталған теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары. Жауабы: әлеуметтік теоретиктер, мотивациялық, аффективті теоретиктер және когнитивті психологтар. Міне бүгінге осымен тамам. Келесі видеоларда ары қарай жалғастырамыз. Егер ары қарай түсірсін десеңіздер, комментарий жазыңыздар, және менің төменде жазылған WhatsApp номеріме кіріп, кітапты алу үшін өтініш жіберулеріңізді сұраймын. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.